Мен бұрын кредит алып жүрдім. Кредитті қарызбен жаңа ломбардқа алтын бұйымдарды өткізіп тапсырып жүрдім. Сондай жағдайда өмір сүрдім, былайша айтқанда. Қарызды қарызбен жауып, кредит жауып, айлығы жетпейді, айлығы жоқ. Енді не істейсің, амал жоқ. Кредитсіз өмір сүруге болмайды. Кредитке өмір сүруден қорықпа. Уақыт өтеді де кетеді, ал ақша всегда табылады деген әңгімемен жүретінмін. Бірақ бүгінде мен оның барлық қате екенін түсіндім. Маған былай бір қараған кезде ипотекамен үй алуға ұялам, одан басқа менде мүмкіндік жоқ. Ипотекамен үй алам, одан басқа мүмкіндік жоқ. Кредит алуым керек. Кредит алмасам ақшаны қайдан табам? Жаймен бөліп берейін одан да деп ойлайтынмын. Сөйтіп қарасам, мұның бәрі бір ұтымсыз екен. Ұтымсыз жағдайда тұрған нәрселер екенін түсіндім. Сөйтіп мен өзіме ұстанымдар қойдым. Кредит алмаймын, кредиттен мүлдем бас тартамын, кредит шешім емес деп. Содан бастап мен өмірім өзгерді. Сосын біздің дінімізбен қойылған шектеулер бар. Соларды ұстандым. Нәтижесінде мен қазір осы кезде біреулерге хабарласып, зекет мәселесін ойланып отырмын. Яғни біз зекет беретін адамдардың тарапынан болуымыз керек. Яғни біреуге көмектесе алатын. Мен сондай жағдайға жеттім. Алланың қалауымен. Астанадан ипотекасы санап тұрып пәтерлер алдым. Көліктер сатып алдым. Жағдайым жаман емес, Аллаға шүкір. Осының бәріне мен қалай қол жеткіздім? Осының барлығын көрсетіп, менің өзім ұстанымдарымды көрсетіп, ипотека алу жолдарын көрсеткен сабақ дайындадым. Соны алам десеңіздер, бізге WhatsApp-қа жазып сұраңыздар. Мен қалай Астанадан пәтерлер алдым? Қалай мен осындай күйге жеттім? Осындай жағдайға жеттім? Мені осындай жағдайға алып келген не екенін бәрін айттым. Қысқаша айтсам, бақыттың кілті иманда. Имандылық барлығын ретке келтіреді.